Сәлем құрметті ата-ана, ботақандарыңызға арналған смарт ботақан планшетін таныстыра кетпекшімін. Бұл планшет қыз балаларға және де ер балаларға арналып жасалған. Бұның ішіндегі функциялары ешқандай да өзгерістері жоқ, екеуі бірдей, бірақ айырмашылығы түстерінде ғана және де суреттерінде. Енді осының ішіндегі функциялармен сіздерді таныстыра кетейін, ашып көрейік. Егер де сіздердің үйлеріңізде екі бала болып, сіздер бірақ планшет сатып алған жағдайда, екінші балаңызға да екінші микрофон сыйлыққа. Мінекей, біздің ең басты планшетіміз осы. Бұның ешқандай да ауыр дүниесі ештеңеде жоқ. Оңайластырып жасалған. Бұның ішінде мінекей екі микрофон тығатын тетігі бар. Содан кейін зарядтауға арналған құрылғысын тығатын тетігі бар. Және де мінекей мынандай микрофлешкасы бар екен. Бұл микрофлешкасы ішіндегі бүкіл контенттер осы микрофлешканың ішінде болады. Бұл 32 гигабайттық микрофлешка. Тура осының астында осы планшетті қосатын, құрылғыны қосатын тетік бар мінекей. Қазір біздің планшетіміз іске қосылады. Ал енді осының ішіндегі функциялармен сіздерді таныстыра кетейін. Бұл өзі бастапқы беті 3 парақтан тұрады. Бірінші парақ, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, әліппе, менің Қазақстаным, саз әлемі, сен білесің бе, мультфильмдер екен. Екінші парағы мінекей әдебиет, содан кейін тағы да тарихи тұлғалар, зейін ашар, ертегілер әлемі, содан кейін ұлттық құндылықтар. Яғни баланың патриоттық сезімін ашатын керемет өзіміздің отандық контенттер бар екен ішінде. Атадан қалған асыл сөз 3-ші парақшасы. Балаларға базарлық, содан кейін ағылшын тілін үйренейік. Мінекей, қандай керемет. Жаңа ғана басында айтып кеттім ғой сіздерге. Бұл мектепке дейінгі балаларға арналған құрылғы, сонда мынаның ішінде көрдіңіздер ғой. Ағылшын тілін үйрететін әліппесі бар екен. Сіздер ескере кететін бір зат бар. Мінекей, тура оң жақ шетінде ата-ана басқаруы деген бар. Осыны ұмытпағайсыздар. Бұның ішінде мінекей фондық музыка дейді. Фондық музыканы ашу үшін өзінің арнайы тетіктері бар мінекей экранда. Ашу десе өзінің керемет әуені ойнайды. Ал жабуды бассаңыз әуен өшеді. Содан кейін мінекей жарықты теңшеу дейді. Бөлменің іші жарық болатын болса, бірге қойып қойсаңыздар болады. Содан кейін экранның өшуі дейді. Егер де бала көп қарап қойды десеңіздер, бұл планшетті көз ауырады десеңіздер, 20 минуттан кейін өшіруге болады, мінекей 30 минуттан кейін өшіруге болады. Осындай ерекшеліктері бар екен. Бұл жерде балаларға базарлық деген ішінде мынандай бір керемет зат бар екен. Ішінде бұның ішінде әліппе ғана емес, сандар да, ойындар да бар. Балалардың логикалық ойлау қабілетін дамытудың мақсатында жасалған ойындар. 3 ойыннан тұрады екен. Сенсор экран арқылы бұл ойындар ойналады. Қараңыздар. Мысалы әңгелек деді бізге. Басамыз. Осындай жеміс-жидектердің аттарын есте сақтауға өте көмегін тигізеді. Тіпті қараңыздар, бұның ішінде математика да бар екен. Мына қараңыздар. Сіздердің кішкентай ботақандарыңызға арналған қатты қиын емес есептер бір қосылған екі дейді. Бұны әр ата-ана өз баласына ес білгеннен бері үйретеді деп ойлаймын. Бірде екіні қосалады, мысалы 3. Осындай ойын түрінде математикалық есептер бар екен. Содан кейін мінекей балаларды үйрететін күн сәулесі жерге 8,5 минутта жетеді. Салу өнері. Осындай алма берілген екен. Бұның музыкасын өшіріп тастауға да болады. Үстінен басып. Енді қараңыздар, алма қандай түсте болады? Алма қызыл түсте болады екен. Қызыл түсте басамыз. Қызыл түспен мінекей. Содан кейін бұның сабағы қандай болады? Жасыл түсте. Жасыл түспен бояймыз. Сурет саласыз. Оны өзіңіз салу үшін сызба неше түрлі мындай суреттер. Осылай суреттер саласыздар. Бұның ешқандай қиыншылығы жоқ. Ішіндегі функциясында 3 парақтан тұрады, өздеріңіз көрдіңіздер. Құрылғыны қолданып болғаннан кейін тура жаңағыдай мінекей оң жағынан қайтадан өшіріп қоюларыңызға болады. Тағы да бір айта кететін жайт, балалардың қауіпсіздігі үшін жаңа тоқ көзінде тұрған кезде бұл автоматты түрде қосылмайды. Яғни істе болмайды бұл планшет. Сондай өте бір керемет ерекшеліктері бар.